Пробкада тұрмын. Өмірімде бірінші рет қызыл жанғанына қуанып тұрмын. Мынандай бір қызықты не, қолыма қағаз тиіп отыр. Керемет жазған бір сөздер бар. Оқып берейін бе? Аллах тағала ер адамды әйелдерге жауапты әрі қамқоршы етіп қойды. Енді бұл жерде бұл нені білдіреді десе, бұл артықшылық беретін міндет емес. Керісінше, ол жауапкершілікті басыңа жүктейтін үндеу дейді. Сен қамқоршысың. Сүйіктіңді қызметші емес, ханшайым ету үшін. Сен қамқоршысың, оны күң емес, жұбай ету үшін. Сен қамқоршысың, оны соқыр еруші емес, өмірлік серік етуші. Қандай керемет сөздер, жұбайларымызға ханшайымдай қарым-қатынас жасау керек.